сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің шебер мұғалімі, Алтынсарин төсбелгісінің иегері, Олимп шыңы республикалық пәндік олимпиадасының бірінші дәрежелі жеңімпазы Пірімова Әсем Абдрахманқызы, жеңісіңіз құтты болсын демекпін. Осы олимпиадаға қатысу идеясы қалай туды? Жалпы өз-өзіңізді сынауға не түрткі болды? Осы олимпиаданы асыға күтіп жүрдім. Ақпараттық хатпен танысып, семинарға қатысуға және Олимп шыңы олимпиадасына қатысуға бел байладым. Осы семинарға спикер болуға шақырту алдым. Спортшылардың арманы олимпиада чемпионы болу болса, әрбір мұғалімнің де, оқушының да арманы Олимп шыңын бағындыру деп ойлаймын. Енді осы марапатты алған кезде сіздің ойыңызға бірінші қандай ой келді? Бұл жеңіс сіздің ұстаздық философияңызды өзгертті ме? Олимпиадаға қатысу маған үлкен жауапкершілік жүктеді. Өйткені оқушыларым олимпиада жеңімпазы болып тұрғанда, оны дайындаған бапкерінің де сол тұғырдан көрінуі міндетті деп санадым өзіме. Бірақ енді осы оқиғаның ең қызығы бәрі неден басталды? Сол бір құпияны бізге бүгін бөліссеңіз. 8-ші сыныпта қайтадан Қибаттан сұрадым. Мен сені қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен дайындайын, бағыңды сынап көрсең қалай болады деп. Маған келісім берді. Бала жақсы алып кете алды. 8-ші сыныпта сол 9-ші сыныптың атынан қатысып 3-ші орын алды. Бұл біз үшін үлкен жеңіс болды, қуаныш болды. 5-ші сыныпта көрген кезде бірден осы баланың ішінде бір от бар, жалын бар деп бірден сездіңіз бе? Әлде ол бір жүре келе сабақ барысында ашылып көрініс тапты ма? Олимпиадаға сол Қибатта алдым, әрі қарай жақсы дайындықпен, өте жауапкершілігі жоғары, үйі де жақсы қадағалайды. Бұл да біз үшін үлкен қолдау. Әр жеңіс үлкен еңбектің жемісі екенін ұмытпайық. Келесі шығарылымда тағы бір жеңімпаздың тарихын тыңдаймыз. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.